Сәлем достар, эфирде айғайлайық жобасы бүгін алғашқы шығарылым тұсаукесер. Бұрын соңды еш болмаған су жаңа жоба. Біздің бүгінгі алғашқы жобамыздың, алғашқы шығарылымымыздың ең алғашқы қонағы, айта берсең бұл енді дастан, тарих, жалпы әзіл тарихы. Өзі жас күнінен бастабақ әзілге жаны құмар, мектеп күнде жүрген кезде Нұрбол шоу театрының негізін қалаушы. Одан бері күлкі жәрмеңкелерінде бірінші орынды бермеген ешкімге. Содан студент кезінде төбедегі төртеу КВН командасының белді мүшесі. Одан кейін Шуылдақтар КВН командасында жүріп республика чемпионы болған жайдарманда. Ой. Одан кейін Техас КВН командасының белді мүшесі. Өзі қатырған жоқ енді бұл. Мейлі, сонда да. Одан кейін барып Қазақстан эстрадасындағы ең мықты супер-пупер театр, Нысана театрының белді мүшесі, менің бір жақсы көретін актерім Нұрбол Айтуов. Достар, бүгін бізде қонақта. Ұзын бойында да қатпадыңыз ғой? Ұзын бойында. Мен бұны әнші деп жүрмін. Ұзын бойлы Нұрбол. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, ашкедек сәкен. Бәрекелді. Дәл осындай көңіл күймен. Нұрбол, біздің бүгінгі ойынымыздың ережесімен таныс бол. Ережелер өте оңай. Оны абай таныстырады, өзі қазір өлтіріп тұрып. Мен бе? Ереже. Енді Нұрбол, енді оңай саған берілетін 7 сұрақ. 7 сұрақты сен бізге түсіндіруің керек. Ол, мысалы, бізге кеттік деген кезде 1-2-3 деген кезде құлағымызға наушник киеміз, ода қатты музыка қойылып тұрады, ешкім естімейді, сенің даусыңды естімейміз, тек қана мимика, аузың жыбырлатқанымен сол сұрақтың бізге жауабын түсіндіріп айтуың керек. Егер де сұрақтың жауабын білмесең, тыңда, бізге сұрақты түсіндір. Біз бесеуміз бір командамыз. Музыка тоқтаған кезде 1 минуттан кейін біз бәріміз сол сұрақтың жауабын жазамыз мына жерге. Мен де жазамын ба? Сен де жазасың, ешкімге көрсетпей. Егер де бәріміздің жауабымыз бірдей болатын болса, онда біз сол сұрақтың дұрыс жауабын аламыз. Егер де бәріміз, мысалға, төртеуміз дұрыс жауап беріп, бір адам дұрыс жауап бермей қалса, онда болды, ол есептелмейді. Жауап есептелмейді. Біз қате жауап беретін боламыз. Түсіндің ғой, 7 сұрақ. Сол 7 сұрақтың әрбір жауабына, дұрыс жауапқа саған 1 минут бонус болады. Ол жайлы, ол кейін келесі турдағы ойын жайлы кейін түсіндіріп жатамыз. Біздің жалпы бұл жоба, айқайлайық, бұл енді интеллектуалды ойыны деп айтсақ болады, себебі кәдімгі білімділерге, зияткерлерге арналған сұрақтар болады. Мәдениет жақ қиын екен десеңіз. Ал, жігіттер, ереже түсінікті ғой? Егер жауабын тауып отырсақ, бір белгімен қуаныш істейміз. Өзіңіз бір белгі тауып аласыз, қол созасыз, не болмаса жаңағыдай билейсіз деген сияқты. Біз соны общий дұрыс тапқан жауапқа біз қуанышымызды білдіртуіміз керек. Қалай? Мысалға, футболистер гол саған кезде қуанады ғой? Жоқ, баяғыда анау саған Таразда бір кісі Волга подарок еткен кезде қайтып қуанған ең сол. Бит бомбай қойшыдыр ол, бит бомбай. Бірінші Волга деген кезде жылаған, мен соны көрсетейін ба? Неғыл ол иномарка бе? Давайте, қалай, Нұрбол, қалай қуанамыз? Неғыл ол иномарка? Сөйтеміз бе енді? Неғыл иномарка? Я, ол иномарка. Мен ол мұңайғанымды көрсеттім ғой, қуанған басқа. Браво! 1, 2, 3. Браво! Достар, жігіттер, дайын болсақ, онда бастаймыз. Айтпақшы, Нұрбол, әр сұрақ бізде 100 мың теңгеден. 7 сұраққа дұрыс жауап берсек, 700 мың теңге. Ал бірақ бір несі бар, бірағы бар. Супер ойын болады ғой. Супер ойында біз төртеуміз мысалға саған сұрақ қоямыз. Сол кезде сен бір сұраққа хотя бы сол төртеуміз үшін дұрыс жауап бере алмасаң, бітті барлық кетті. Барлық 4 сұраққа жауап беруің керек сен. Бір сұраққа жауап бересің ба, 1 минут саған бонус. Оны кейін сен по ходу түсіне бересің оны. Әр сұрақ бірінші турда 100 мың теңге тұрады. 7 сұраққа жауап берсек, 700 мың теңге ұтамыз. Супер ойынды ұтатын болса 500 мың теңге. Яғни 700 мың, 500 мың, 1 миллион 200 мың теңге аламыз. Ақшаны өзіміздің Мемгруп компаниясы бізге демеушілік жасап, сол ақшаны бізге ұсынып жатыр. Так что, жігіттер, осы 700 мың теңгені, супер ойындағы 500 мың теңгені бәрін ұтып алуға тырысайық. Ол үшін біз бір үйдің балдары сияқты бесеуміз бір топ болып табуымыз керек.
Шомылғанда жұдырық бар, Дайынбыз ғой? Кеттік онда, айқайлайық. Ең алғашқы шығарылым, ең алғашқы сұраққа жауап. Нұрбол, кеттік. Наушник тағамыз. 3, 2, 1. Сен. Рюкзак. Қамзол. Аласа ғана бойы бар, Жилет. айландырып киген тоны бар. Шапан. Еще тон киіп алған біле. Аласа ғана бойы бар, айландырып киген тоны бар. Капюшон. Жын. Тон. Аласа бойы бар, и тоны бар. Шанель не бұл? Китель. Атын айтсаң жауап. Аласа ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Военный. Пальто. Бушлак. Қара. Военный. Сұрақта. Нұрбол. Сұрақты айтшы, сұрақ. Тон. Аласа ғана бойы бар, Погон айналдырып ба, киген тоны бар. Былай көрсетші, қолыңды сызып көрсетші. Еще тон киіп алған. Стоп. Болды. Талқылауды қоямыз. Талқылау, иә. Жазамыз, түсінгеніміз. Мә, саған. Нұрбол, не мынау? Жауабын білмеймін, сұрақ қой. Жаз, бұған жазбайсың, мынаған. Жай айтса, ұзақ, жылдам бір нәрсе. Жазатынды да білмеймін ғой мен берді. Бұл жұмбақ па, жаңылтпашы па, не бір нәрсе айтқан сияқты па ма? Мә, саған. Жоқ, мен енді... Мен түсінгенім бойынша бұл военный деді да? Военный дедің, дұрыс па? Тоны бар деді. Жоқ. Тоны бар деген. Толып жатыр? Сырт киім, ә? Иә, тоны бар дедім да. Мен? Деген жоқпын ғой мен өрді саған. Жоқ, сіз бейттіңіз ғой, Нұреке? Бейттіңіз ғой. Сен тоқта жазбашы сен. Жаз болса, сурет самай қош, қанат сен ол. Сурет сабатқан жоқпын мен, ойланып отыр. Не жазарын білмей далбасылап отыр. Бәріміз сөйтіп отырмыз. Сөйтіп отырмын ғой, айналайын, ал. Қоқ қойшы бұлай. Не, военный деп қойып отырсың? Военный деді ғой бұл. Дем, рас. Мен мойындаймын, военный деді. Себебі бұл айтты, бит көрсет. Битті военный үшін деді. Бушлак. Тоны бар деді, бойы бар деді ма бір нәрсе деді. Бой туралы аша әңгіме болған жоқ. Болды ма не? Тұрдым ғой мен. Сіз тұрдың мен отырмады. Бойымды көрсетіп. Бұл сендерге айтамын. Бұл интеллектуальный жауап ғой, сен қоссаңдаршы милар. Жоқ, тұруға болмайтын деймін ғой мен. Өзім бойымды көрсеттім мен. Сонымен Дайыгер сен не жаздың? Мен шын бәсіп түсінедім, мен шекпен деп жаздым. Не үшін екенін білмеймін. Шекпен не үшін? Сырт киім, бір қазақша бір сырт киім шығар деп ойладым. Не істеймін енді? Сен шақана сен... Сырт киім, Мен ана бойы бар, тоны бар дегенім тон дедім, бірақ шапан ба жауап бір нәрсе. Білмеймін, мен тон деп қойдым. Мен мысалға маған военный деді да, мен бір шеттен маған түсініксіз болды. Бұл мысалға үйінің бәрі военный да, ол қалай военный білмейді дедім да, бір шеттен енді қоймады, сәкен де қоймады, маған погоны көрсетті. Военный киім, атын білмейді деп, бушлак деді. Онда менің шекпеніме немене күліп атсың сен? Сен бұжлак. Жоқ, енді менің кішкене логика сәйкес келеді да, погонды көрсетті. Военный ол әскерге ошы қатысы жоқ қой. Сәкеш, сенікіне. Мен енді тон дедім. Түсінгенім сол. Екеуі бажа екеуі. Сен ше, Нұрбол, сен өзің не дедің? Бұл сұрақтың жауабы. Былай қалай? Бұл білмеймін деп. Білмеймін дейді. Сұрақта, Нұрбол, сұрақты оқышы. Жұмба. Аласа ғана бойы бар, айландырып киген тоны бар. Түсіндім, мен енді сонда... Бойымды көрсетіп тұрмын ғой, аласа деп шыланг емеспін ғой Аласа ғана тойы. Отыр дейді анау. Аласа ғана бойы бар, Айналдырып киген тоны бар, тон деп. Қой ғой енді. Қой соны. Қой екенсің, действительно. Қойымды білмей қалдым. Бақ, бұндай сұрақ. Бұл же өмір бойы қалада өскен қой бұл. Қойды, бұл тірі қой көрмеген қой бұл. Сен Нью-Йоркта тұрып оңай ма саған? Мен шынды айтсам, мына жұмбақтың мен де білмей тұрмын. Қиын сұрақ болды неге? Қалай аласа ғана бойы бар, айналдырып киген Балабақшада қойылады. Жауабын Қой демейсің ба? Мә демейсің. Қой екен де білмей Жауабын білмей жатыр ғой. Жауабын аш. Жауабын аш көрейік. Қой емес, басқа бір мынау сәбіз бә бір нәрсе болса не істейсің ал? Капуста болса. Қой. Егер аласа ғана бойы бар, құлататын ойы бар болса, онда арақ болатын еді ол.
Онша не бар, айтып жатыр ғой, аласа, бойым аласа деп көрсетіп. Нұрбол, бізге берген 7 сұрақтың, мысалға қазір бір сұрағын уже біз біттік, ұтылды. Жоқ, былай қылайықшы, мысалға мынаны түсіндіру оңай ма, қиын ба? Оп-оңай, мына Жауабын білмейді. Егер жауабын білмейді, Жауабын білмесе, сұрақты түсіндіру. мен ойымша, мына жұмбақтың жауабын білмей, ол ұят. Ұят. Бұл балабақша. Мектептің балабақша. Мен қыздарым біледі. Балабақшаға барғанда бұндай сұрақ қойған жоқ. Мен 83 жылғын ғой. Настя сказала, Аня говорила деген оқамыз ғой. 84 едің ғой сен, Нұрбол? 84-мен оқыдық та. Жылымыз 83. 83-сің ба? Иә, шошқамын ғой. Шошқамын көрдік қой. Сен қой болуың керек еді ғой. Негізі, иә. Мына сұрақ не істейін? лақтыр жіберіңіз, не істейсіз басқа? Ал, мынау, былай қылайық. Жоқ, негізі, жігіттер, енді шын мәнісінде енді түсінбей қалды, иә. Ол жауабын дұрыс түсінбеді деп ойлайық. Бұл біріншісі. Бұл енді... Жоқ, сен причем тут? Жоқ, мен... Бейткенің не сен? Айландырып, түйген тоны бар деп тұрған жерде. Айландырып деген сен. Мен тон алдым. Айландырып түйген жатыр ғой. Тон деп жыртатын жерін жырттым ғой. Жігіттер, былай чоң тут военный. Чест берем ғой мен. Нұрбол, бұл енді кіріспесі. 7 сұрақтың біреу кетті деп есептейік. Ал кеттік, бізде айқайлайық та. Екінші сұраққа кезек берейік, давай кеттік. Екінші сұрақ. Наушникті құлағымызға тағымыз, давай. 3, 2, 1. Қазақстанның премьер-министрі. Қазақстанның премьер-министрі. Бізге де түсіндірсей? Қазақстанның премьер-министрі Мамин. Памперс? Қазақстанның премьер-министрі Мамин. Бабник. Қазақстанның премьер-министрі. Ең бірінші, екінші адам. Қазақстан, екінші адам. Мамин. Қазақстан, бәріміз қазақпыз ба? Бірінші, екінші адам. Екінші адам. Премьер-министр Мамин. Стоп. Мәссаған. Майя, не? Мен вообще түсінбедім. Мен шынды айтайыншы еш нәрсе түсінбедім. Мәссаған. Мен бірақ жауабын айттым, білем кім екенін. Мынау не болды дейсің да? Не жазам мен? Қалай болды бұл енді? Кез келген нәрсе жазамыз ба енді? Тек қиын сұрақтар алып алып. Немене? Бірақ бұл сұрақтың жауабын білдім, айттым мен. Біз дедім. Ей, қоя тұр. Біз кімбіз дедім. Білейін, қоя тұр. Ей, қоя тұр. Жоқ, айтайын деп отқан жоқ. Білем ғой. Бұл тез жасыңдар сендер де енді ойланбай. Білмесеңдер, білмейміз деп жасаңдар, прочер қойыңдар. Қойса ана жерге қанат. Қанат, сен Нұрболдың жазған көріп қойдың ошамыз. Неше? Анау кімнің... Жоқ, сен мақыл ғой, не ол? Мынау не сен? Біз ба ол? Біз деген сөз. Бізді осылай түсіндіресің бе енді сен? Біз кімбіз? Біз адамбыз. Екінші адам кім біздің осы ортада ең төбеде дедім. Бірінші... Екі адам не? Жаман шатастың. Алладан кейінгі... Бұлағылайық... Ма, или түсінбеді мен что-то? Нұрбол, неңді карточкаңды сап Бірінші адам, екінші адам несі? Карточкаңды дұрыстап сап қойсал. Абай не деп жазды? Мен соңғы жағында түсіндім, Мамин. Мен ана ерінен оқыдым, Мамин деген. Ой, фірмай, бәрін оқыш егесіңдер, ерінен. Қалат сенші? Маған бір несені айтты, сосын мен мамық дедім.
сөйтіп түсіндім мен мамық. Мамыққа не қатысы бар? көрсетпей ақ қояйыншы. Не жаздың көрсетсең. Хамид. Хамид. Сен Нұрбол, сен қалай түсіндіресің? Премьер-министр сөйтіп түсіндіруге бола ма? Қазақстан Республикасы премьер-министрі қазақтар міне қазақ. Жоқ, сен биттің ғой, сен Мамин Асқар дейін десем, қай Асқар дейсіңдер қазір? Мамин десем шығар. сен анау біз дегеніңді айтамын да, не мына біз деген? Біз қазақтар. Бірінші адам президент, екіншісі міне екінші адам деп жатыр ғой. Мамин деп жатыр ғой. Жоқ, биткен жоқ. Ғой мынау. Көрсеткен жоқ. Бәрияққа көрсеттіңіз ғой. Бізге көрсеткен жоқ. Қазір битіп жатсың ғой, не мынау? Нұрбол, сен не деп? Жай, Мамин міне Асқар Мамин деп жазу керек еді неге? Мамық. Мамин. Сен өзің дәнекер неме күліп жатсың, өзің бір тура Мамин деп Жоқ, жазған. енді ана өзі Хамид деп отырған сияқты ғой, қайтемін. мамық деп естіліп жатыр. Мамин деп өліп адам Асқар Мамин. Сұрақты оқимыз. Енді Асқар Қазақстан Мамин. премьер-министрі. Жауабын аш енді. Енді Асқар Мамин шли мамық Осыға емес. келгенше ауысып кетпесін Асқар Мамин. Оның жауабын мысалы Жеті қалай айтуға болады? сұрақтың екеуі дұрыс емес болды. Мынау не сен? Мынау. Бірінші адам мынау екінші адам деп жатыр. Жоқ, бүйтіп жатсың ғой сен. Бүйтіп жатсың ғой, үйгеп қолың. Қайта көрсетіп отырды. Бірінші адам, екінші адам, екінші адам. Асқар деп айтшы. Аузыңа. Асқар деп бөлек, сосын ба Мамин деп айтуға болмай ма? Жоқ, негізі Мамин деген мен ерінен оқып алдым. Қызылжанды жауап есептелмейді, жауап табылған жоқ. Бұны не ал дейміз енді ондай кезде? Дейміз ба? Рахмет саған Нұрбол дейміз. Рахмет саған. 5 сұрақтың 2 сұрақ 200 мың теңге кетті. Карточкаларды оқытаймыз. Нұрбол, Тұрбол, орнынан Тұрбол, Құрбол. Ең бірінші ойыннан бастап ұтылайын деп тұрсың. Жектер, былай. Енді Нұрбол, кішкене дұрыс түсіндіруге тырысайық. Жауапты таптың, тамаша. Енді бізге түсіндіре алмадың, мүмкін біз түсіне алмаған шығармыз. Түсіндіре алмай, сен аняға қарап дей бермесе бет алды жоқ. Сен Алияқа бізге вообще қарап отқан жоқсың. Біз мына сол аузынан оқиды деген маған Мамин. аузынан Абай оқиды аузынан, ол емес. Болды, тыныш, жектер. Сұрақ есептелмейді. Бізде енді уақыт шектеулі бір жағынан. Айқайлайық кеттік. 3-ші сұраққа көшейік енді. 2-ші сұрақты бітірдік қой, талқысын. Жөндеп түсіндірші. Әнші, трио. 4, 3. Kvartet. Kvartet. 4, kvartet. Квартира деп жазып жүрмеңдерші әйтеуір. Жігіттер, бұл жол бәріміз түсінген сияқты. Бұл әдемі түсіндірген деп ойлаймын. Себебі бұл жол сәл сабырлы. Әдемі сұрақ кетті. Жаңағыдай емес та, қой сияқты. Бұл енді қазір төртеуін салып жатыр ғой. Ой, салмай қош, қанат сен осы суретін. Салат. Не кетіп барады? Жазып отқан мен. Уақыт алып жатсың бекер. Жауап беріп отқан мен. Мен енді ойлаймын. Әдемі жауап беретін бесеуміз. Сұрақты оқышы. Квинтет болып шықса қазір. Бағлан, Ердос, Айдар, Мырзахан тобының атауы. Айбай! Атауы? Жауап берсе ал. Не болды? Мынау қуат екесін. Жоқ, бірақ енді Біз мәз болғанымыз. Сен не деп жатыр? Давай бәрі жақ квартет. Квартет. Сен де енді олардың атауы Сен не квартет деп емес жаздың? қой.
Мен де квартет дейсің. дұрыс емес қой. аты жігіттер деп айтпайсың ба? Төрт адам ойламайды қазір. Енді 4 адам айтты, сол квартет қой. болмаса да квартет қой, 4 адам ойнап айтады. Құралған әншілер тобы емес қой. Жоқ, или сұрағын оқымадың ба? Жоқ, сен үшеуің бірге қанша жылдан бері ойнап жүрсің, айтпайсың ба анаған мынаны түсінбейсің? Төрт адам өлең айтылады. Сен жігіттер демейсің ба? Жігіттер болмаса да Битлз да квартет қой. Бұл ойыннан ақшам айтқан işte. Мәселе онда емес қой. Қойынды біз төрт адам өлең айтады. Енді сен айтпайсың, бағлан, аты кім солардың? Аты демейсің ба? Жігіттер. Ананы оқи салым көреді ғой сұрақты. Сразу сол кезде біз уже арап түсіп кетеді. Оқыдым ғой түсінемін. Енді тағы бір оқу керек. Бүгіндікке жаңа қалай еді? Күлер досқа келер, басқа көреміз әлі сөз ойды. Браво! Бола ма бүгіндікке болмай ма? Ай, болмайды, өте Мына байғұс қарасай, әжептеуір сурет салып бағылыңдар. Сен сурет салмай қойшы, Қанат. Қарасай сен қалай шыққан? Енді былай қылайық. Мейлі, бұл ойын. Ойын болғандығы табу керек қой. Енді дұрыс түсіндіріп. Мынаны қашан істейміз, мынаны? білмеймін ғой, қашан істейміз айтып жатырық қой. Неше? Үш сұрақ. Қалай айтасың? Негізі бар жоғы. Бағлан, Еркін, Айдар, айта бермейсіз, Мырзахан. Барлық жігіттер квартеті демейсің ба? Біз мысалға квартет деп қойдық. Сен бүйтпейсің ба? Тоқта, енді міне жігіттер квартеті. Жігіттер десең түсінікті ғой. Бұл енді квартетті, бұл сұрақты дұрыс түсінбеген ғой. Біз мәзбіз ғой квартет бұл, бәріміз Квартет деген бәріміз түсіндік қой я. Төрт адамнан тұра алатын аты деп ойладық. Мейлі, не карточкаларды оқытайық. Әлі не бар әлі? Үш сұрақ қателессек те әлі төрт сұрақ. Төрт сұрақты табуға тырысайық. Үйтіп. Сон жақсылап сұрақты оғынып бірінші, жарай ма? үмітті үзбейміз. Ал, сонымен, жігіттер, ең алғашқы. Енді дұрыс, ең алғашқы болғаннан кейін де сәл түсініксіз де болып отқан шығар. Бірінші шығарылым. Несі түсініксіз? Ердос, Бағлан, кім Айдар, Мырзахан айтатын топтың аты деп тұр ғой сол. Болды, таныш, болды. Абай, тыныш, болды. Кеттік, төртінші сұрақ. Алғашқы жеңіп алған қазақ. Кремль сыйлаған, алғашқы жеңіп алған қазақ. Фортепиано, пианиномен. Пианист. Ре-ми. Пианист па? Тоқта, музыкант па? Музыка ма? Фортепиано. Бірінші қазақ. Гремми. Араларында пианист кім дейді? Жеңіп алған бірінші қазақ. Гремми сыйлаған. Ең бірінші? Гремми, бля. Андай. Көрсетсең? Гремми сыйлығында Гремми. Гремми. Ең бірінші кім? Жеңіп алған алғашқы қазақ өзіміздің ішіміздегі. Пианист па, музыкант па? Өлең айтып жатыр, аранжировщик. диджей. Дыныш. В общем, бұны да отылдық. Уверен отыра берсеңдер болады. Ең бірінші деген түсіндім. Ёлки-палки, Нұрбол, не істеп жүресің сен? Я сам в шоке. Не жазам? Не жазам? Ең бітістенгілерім болды, қой қаласың. Оның бәрі бірінші менің арқамда, екінші өздерің арқаларында. Жазып атсындар ма әйтеуір бір нәрсе? Мен таптым бұны. Мен сразу түсіндім. Диджей деген кезде. Музыка міне соны істеген. Мынаны көрсетпейсің ба, наушникті? Нұрбол. Деп жатыр қоян не Сен бүйтіп атсың, сен бүйтпейсің ба диджей деген сәл түсінеді ғой адам. Сен бүйтіп атсың, ол фортепиано деп түсініп отыр ғой адамдар. Өз деп жатыр ғой енді мына. Міне диджей былай сәл, MC Донис бүйтіп сәл. Номер 1 десең болды, сразу түсінеді. Ол номер 1 емес ол. Номер 1 болды қазір. Онда мен жауабым басқа ма?
Номер один болып жатқан сол емес. Жоқ, бір жас болған екен. Грэмми алған адам, ойланып номер кетесіздер. Дұрыс қой енді хит болып жатқан адам сол ғой. Да, менен баста мен мысалға мен түсінігім бойынша ең соңында түсінгенім, мен вообще оны да түсінбедім да, бірінші дегенді түсіндім да, бірақ ол кім жайлы Шымкенттегі бірінші дедің бе сен, Қазақстандағы бірінші дедің бе? Қазақстандағы бірінші дедің сен. Қазағымыздағы бірінші қазақ деп жатыр. Бірінші қазақ Грэмми алған. Иманбекті айтып тұрсың ғой сен, Иманбекті айттың, мен қазір ең түсініп отырмын, мен диджей дедім. Әшейін просто диджей. Мен диджей дегенде сразу Иманбек не қылып жатыр ма деп ойладым. Мені, как положено, Иманбек деп суретін салып өлең айт. Сен не дедің? Диджей мен бір-ақ нәрсені түсіндім, болды ол Иманбек екен. Сұрақты оқышы, Нұрбол. Нұрбол, сұрақ. Грэмми сыйлығын жеңіп алған алғашқы қазақ. Енді алғашқы арамызда Грэмми отыр. Жоқ, мына не мына Нұрбол, мына не фортепиано көрсет. Битесінде міне битсен түсінесіз диджей. Не мына фортепиано Нұрбол? Ол кезде мойна мына бит қой биткеніңде или анандай кубокты алып биткеніңде бірінші орын. Сол кезде түсінетін еді. Сұрақ қалай келді соны барын салып түсіндіріп алдым. Қойды ғана білмей қалдым. Маминді де бәрін айтып жатырмын ғой. Ең бірінші қазақ, арамыздағы ең бірінші қазақ. Грэмми деп жатырмын. Грэмми ол не бір мал емес, сыйлық сап көрсетейін десем, осы сыйлықтың статуэткасы қандай болады өзі? Кеттік, давайте тастаймыз. Қанша? 4 сұрақ. 4 сұрақ. Осы 3 сұрақты алу керек біз. Қалай да 3 сұрақ алу керек? Качкалар салдыршы. Мимикаға назар аударыңызшы, мимика. Сіз енді сонда күшті едіңіз ғой? Не болды сізге? Мимикадан көрсететін нәрсе болмай жатыр ғой. Біздің счетта минус 400 мың қарызбыз. Нормально. Нұрбол, мимика деген ол басқаша ғой, сәл дұрыстап. Сәл ақылды кішкене қосамыз. Бізге кішкене қолдау қуаттау көрсетіңіздерші. Біз 5-ші сұраққа ауысамыз. Кеттік 5-ші сұрақ, 5-ші сұрақ. Ya ежелемей бош десіз. Сәл болса ол бите береді екен болды. Сағат. Сағат, уақыт. Секунд. Сағат па? 1 секунд. Bir sekund. Bir tәулік. Тәулік. Sekund әші. Bir жоқ әші. Sekund. Секунд бол. Секунд. Сағат. Сағат. Секунд. Bir жоқ Секунд. Қара. Секунд. Стоп. Вот бұл жолы енді нормально. Мен түсіндім. Сұрақ та түсінікті, жауабы да түсінікті. Сен осы жол жақсы түсіндір. Сен мен айтқан түсіндің ба? Зорға сәл болмады. Сен біріншіше маған айтып түсіндірші, Махмат, сосын сен бүйтіп аузың шет, аны шынымен мимикаңға сен аузың сөзің ішсе сен оқи алмайсың, Нұрбол, сен просто бүйте берсің сен. Абай, сендер айттыңдар ғой Нұрбол мимикасы күшті деп. Содан кейін шақырған жоқпыз Нұрбол. Мимикасы күшті, ой, сіз мимикасы күшті деп шақырдық қой. Баяғыда КВН-де оказывается бұл киіммен жаңағы шығады екен да. Қара, дұрыс. Мен мысалға сағатты көрсетті, дұрыс па? Сағатты көрсетті. Бірінші тәулік деп ойладыңдар бәрің, дұрыс па? Тәулік деп ойладың. Тәулік деп ойладым. Сен тәулік деп. Мен бірінші уақыт деп ойладым. Мен мысалы бірінші уақыт деп ойладым. Секунд. Мен де сол секунд шығар деп ойлаймын жігіттер барлықтары. Секунд па барлықтары? Пожалуйста, міне. Сұрақты оқышы енді. Тәулік. Секундтың ғой. Тәулік, сағат, минут, одан кейін. Секунд шығар. Оқы. Жауап оқы. Сағат, минут. Қалай еді? Тата, секунд. Қалай еді? Құдайым-ау. Не болып кетті бұл? Нәрмен сезіндім ау. Бәрі төрт болып, мен тобасқы жібердім. Нысананың бәрі осындай ма деп, арасында бар екен ғой нормально. Нұрбол, сен Нысана театрында үнемі мимикамен күлдіретінден ұғыз ал. Бұл жерде қойдың секундты көрсетіп күлдіртпеймін ғой мен. Қатынды ойнайын, балам ойнайын. 7 сұрақтың 4-еуін біз жібердік, иә?
Бесіншісіне жауап бер. 4-1 ошо. Енді 2 сұрақты алайық, 3 минутта сосын супер ойын. Алтынды да жетінді алайық. Қазір кезекте 6-шы сұрақ болды. Жиналайық онда, давайте. Жиналайық. Карточканы оқытайын. Е. Соңғы Олимпиада. Япония. Шоғайна? Ау? Япония. Джеки Чан. Самурай. Каратист, Джеки Чан. Рэмбо! Кино. Корея президенті. Япония. Ниндзя. Япония. Самурай. Япония. Астанасы. Жашы. Токио. Дәрігер, Токио. Стоп. Не қыш бердіңдер, самурайға бір кеп тоқтадыңдар. Мынау ішін жарып жатыр ма? Бұл сен пауын сұрақ Биттің ғой, дұрыс па? Самурай деп түсіндік қой біз бірінші. Солардың елін айтып атқаным ғой, енді солардың елінде болғанда ол нәрсе. Негізі мен ерінен самурай деген Мені самурай деп түсіндім басында. Одан кейін Елін айтып атқам мен. Мен мынандайдан түсінесің болып, мен жақсы түсінеді екенмін мынандайдан. Почеркім ұқсайды. Олимпиада туралы болды ғой. Сұрақты оқышы бұл. Ең соңғы жазғы Олимпиада бәсі осы. елдің астанасы. Токио. Жақында болды, білем ғой. 1, 2, 3. Жауабын оқышы бірақ. Айтпашы. Алдын алама не? Браво еді ғой. Токио. Ай, бәрек. Браво ма? Нұрбол, бірақ сенше мынадан әкеме алып қойсы, мынадан. Елден бастайын деп Жоқ, битпейсің мен Олимпиадам. 1, 2, 3. Астына битпейсің. Ой, сен Ауди деп шығасың ғой сол немістер екен деп. Жоқ, Нұрбол, бұлай копье, жүгір, бокс, бәрі түсінеді ғой спорт, Олимпиада. Токио. Бізде не? Көрсете бермейсің ба? Соңғы сұрақ пен Олимпиада қарса, медаль. Олимпиада. Сен Олимпиададағыны медаль бере ма? Олимпиада, Япония деп түсіндірмейсің. Японияның екі ағашталда, сушиді біз жеді. Сөйте бер сонымен, бір бәле. Так, 6 сұрақтың 2-ін алдық, е? 6 сұрақтың 2-ін ең алдық. соңғы 7-ші сұрақ. Мынаны алайық. Осыны алайық қазір. Супер деген жақсы сонда, жетін алайық. Қиналамыз. Айбазар. Tamam. Ақ маржан. Адам басталады. Ұзақ жазып кетті. Не жазып кетті? Тамақ па жейтін? Тамақ па жейтін? Маржан. Күріш, ақ маржан. Мимикамен сөндірші. Нұрбол, мимикамен сөндірші. Ақ маржан. Сағынғанда ақ маржан. Әнші. Палау. Қара. Ақ маржан. Ақ жоп. Палау. Күріш. Ақ маржан. Сағынғанда ақ маржан. Күріштің аты. Күріш. Ақ маржан. Заттыбек. Ей, сөйтіп айтпайсың ба? Стоп. Шолпан екенсің осында. Оп-оңай нәрсен. Жас болдыңдар ма? Үй салғанда бүйтіп терлемеп едім, не істедім?
Жауапты біліп айттың ғой, Иә. Ол жауабын білем бұл сұрақты. Лично. Сен білесің ба? Иә. Оқыш сұрақты. Оқиын ба? сұрақты оқисашы. Иә. Сәттібек Көпбосынның әніндегі күріштің сорты. Ё-майя. Менікі Ақмаржан. Сен не деп маған түсіндіріп жатсың? Деп атып. Не деп түсіндіріп жатсың? Сен ол мен түсіндіріп сен вообще дұрыс емес түсіндіресің бар ғой. Затбек құсап айтып жатырмын, сағынғанды деп атып. Жоқ, Заттыбек деп айтып жатсың ғой маған. Мынауың не енді? Мынауың не? Ақмаржан, потолок ақты көрсетеді. Мынаны көрсеттің ғой. Бұның премьер-министр мен потолок бір ше. Бәрі бүйте береді. Бәрі бүйте береді. Бүйт. Премьер-министр екінші адам. Бірінші Ақмаржан, екінші премьер-министр. Аузынан оқу жаман қиын ба? Аузын кішкентай жатыр да. Дей береді. Және де күрішті айтпайсың ба енді? Мен Көрсетіп жатыр ғой. түсініп жатырмын. Күріштің бір сөзі. Сен біз Заттыбек, деп бір Заттыбек болып кеттің маған. Ақмаржан менікі Ақмаржан. Заттыбек Сен сөйтіп айттың ма? Заттыбек. Ақмаржан деп. Заттыбек ма? Заттыбек деп жазыппын. Күрішті бағана бер. Күрішті көрсетіп жатыр ғой саған қанат. Күріштің сорты деді. Адам. Сорты дегенмен Заттыбек деп Заттыбек айтатын өлең дедік қой. Заттыбек деп вообще айтудың несі қажет жоқ. Мынандай не көргеді бүйтіп. Ақ мына күріш деп көргеді. Не болды? Бізде 7 сұрақтан 2 сұраққа жауап берді. 2 минутта супер ойын Екі топастың арқасында десең. Екі тупойдың арқасында. Бәрін көрсетіп отырған өздері тауып жатыр. Ақындар тауып. Қасқадан шығып. Мен қанатше мынаны сен таппай қалады деп ойламын. Енді түсіндірмейсің ба нормально? Саған айтып отыр ғой, палау, күріштің сорты деп тұр ғой. Ақмаржан деп. Жоқ, саған бүйтіп айтып отыр. Ақмаржан десе Заттыбек, при чем тут Заттыбек? Мен Ақпаша деп түсіндім. Заттыбек деп жатыр. Бірінші түсіндім. Ақмаржан деп отыр ғой саған. Заттыбек бекер айттың да, Заттыбек демеу керек те. Заттыбек демеу керек, Ақмаржан деу керек. Сол өлеңдегі күріштің сорты деген. Жауапты ашайық та, тоқтасаңыздар. Мүмкін Заттыбек шығар. Мүмкін Қарамаржан шығар. Ақмаржан. Сағынғанда Ақмаржан. Өлең ғой енді. Дұрыс. Менен емесе, өздерінен маған ақша керек емес. Лай, бізде Нұрбол, алда супер ойын, супер финал. Бұл жерде біз саған сұрақ қоямыз, енді сен табасың. Нұрбол, мынандай ғой, енді біз жаңа 2 сұраққа жауап бердік. Біздің сенің ең ішінде 2 минут уақыт бар. Біз 2 минуттың ішінде саған 4-өмізді сұрақ қойып үлгеруіміз керек. Сен мысалға жаңағыдай күріш, Ақмаржан, Сармаржан деп айта берсең болады. Өзі сен дұрыс жауапты айтқан кезінде көк жасыл түс жанады, ары қарай келесі адам жалғастырып кете береді. Әйтеуір тоқтама. Егерде қара, егерде бізде қазір 200 мың теңге бар. Егерде біз супер финалды, мысалы супер ойынды жеңетін болсақ, 4-өне де сен дұрыс жауап беретін болсаң, онда 500 теңге. Қосқанда 700 теңге. 500 мың теңге. Бұлай қанаттан бастайық. Қанаттан бастайық. Мен Қанат, мен Абай, Сәкен. Егерде ұтылатын болсақ, ана 200 мың да жоқ. 200 мың да жоқ. Бәрі. Сол үшін ақшасыз келген Барлық үміт өзінде. Нұрбол, барлық үміт өзінде. Достар, бізде супер ойын Нұрболмен бірге. Есманы кезінде қандай жатқышы аңмен күресті? Боксер. Аю. Мушкетер. Три мушкетера. Үш мушкетер. Д'Артаньян. Арамис, Артос. Босай уақыт. Ойбай, босай. Босай уақыт. Кентавр. Адам. Кентавр.
Pizza. Жетіп қой жаңа ана жақта. Pizza. Жетіп қой pizza. Бұл бізден жеген жоқ, соны білмейсің. Ой, бірбай, бәріміз жабылып пиццаны түсіндік. Пицца. Нұрбол, сен қуанышың қалай еді? Браво! Ал ендеше Қанат, сен бастайық. Хабиб, мына жер Хабаиб деп қойыпты. Хабиб Нұрмағамбетов жас бала кезінде қандай жыртқыш аңмен күресті дейді. Аю. Менікі бәріміз бәріміз үшін ұраны қай кітаптан алынған? Үш мушкетер. Үш ноян. Менікі ежелгі грек аңыздарында жартылай адам, жартылай жылқы тәрізді бейнеленген мифологиялық кейіпкер. Кентавр. Менікі тасбақа нинзаларының сүйікті тағамы. Пицца. Иә, пицца. Тасбақа нинзалардың сүйікті тамағын білетін адамса, пицца. Жаңа бәрі жабылып пицца деп түсіндіріп берді. Түсіндірді, дәкен ғана мұны үш бұрышты деп домалақ знақтап. Жоқ, мынау не сонда? Менікі мынауына домалақ бүйтіп кесіп жатқан не сонда? Соңғы рет пицца қашан жедің? Бүйтіп түсіндірмейсіңдер Алдыңғыда жедім көксіз. Тортты да былай кеседі ғой, тортты да былай кеседі ғой. Бүйтіп түсіндірмей ма, дұрыс па? Дұрыс қой, иә? Мын жаным. Жоқ, ана отырса айтам да. Не алды жаңа? Пицца десе. Тасбақа нинзалардың сүйікті тағамысы. Пицца? Білетін адам құсап та? Жоқ, біледі ғой. Шынымен тасбақаға пицца жақсы көреді. Білмесе Алдында адам, естімеген адам, енді сұрақты естіген адамса. Пицца? Қорытындылайық, жігіттер, қорытындылайық. Негізі бүгінгі біздің қонағымыз Нұрбол дұрыс түсіндіре алмаса да, дұрыс түсіне алады екен, Супер ойынды жеңіп алды. Ол деген үлкен жетістік. Сонымен, алдыңғы бірінші турда 200 мың теңге бар. Супер ойында 500 мың теңге бар. 700 мың теңге қоржынымызда. 700 мың теңге. Ал бүгінгі біздің жобамыздың, бүгінгі ойынымыздың әрине демеушісі ол Мембруп компаниясы. Алғысымызды білдіреміз. Достар, егер сіздерге біздің жобамыз ұнаса, лайк басыңыздар және өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің келесі қонағымыз, айта кетейік, актер, шоумен, әзіл әлемдегі ең мықты стендапер Медет Досқанаев. Біздің екінші шығарылым, бірінші шығарылымнан да қызық болды. Ол шығарылымды көру үшін сіздер біздің каналға тіркелсеңіздер және былай обновить етіп жүрсеңіздер болды, сіздерге көру мүмкіндігі пайда болады. Қайталап айтамын, достар, біздің арнаға тіркелген адамдар үшін ғана бұл видео ашылады. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бәріміз бірге айқайлайық!